Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Pinduoduo сайтында трек-кодты қайдан алу қажет екендігін үйренетін боламыз. Pinduoduo сайтына кіреміз, бұл бізде басты бет. Енді өзіміздің личный кабинетімізге кіреміз, ол үшін осы кнопканы басамыз. Pinduoduo сайтындағы міне сіздердің личный кабинеттеріңіз. Осы жерден сіз көптеген нәрселерді көре аласыздар. Мысалға айтқанда, карголарыңыздың адресі, төлем жасалғандығы туралы, заттарыңыз жолға шыққандығы туралы, сонымен қатар тағы басқаларын көре аласыздар. Енді бізге трек-код алу қажет, ол үшін грузовиктің үстінен басамыз. Бізде грузовикте бір ғана зат тұр, енді соның ішінде осы кнопканы, яғни ортадағы кнопканы басамыз. Басқаннан кейін осындай страница шығады. Төбеде көрсетілген картадан сіз алып жатқан магазиннен сіздің складыңызға товарыңыз жетті ма, соны көрсетеді. Бізде птичка жанып тұр, яғни біздің товарымыз магазиннен складқа жеткендігін көрсетіп тұр. Егер жетпеген болса, бұл жерде яғни грузовик жүріп бара жатқанын көрсетеді. Енді трек-код қайдан аламыз? Трек-код бізде осы көрсетілген цифралар және де кнопканы бассаңыздар автоматически копировать етіледі. Копировать еткен трек-кодты енді өздеріңіздің Қазақстандағы пайдаланып жүрген карголарыңыздың приложениясына енгізесіздер. Осы трек-код арқылы сіздер өздеріңіздің карголарыңыздан заттарыңызды ала аласыздар және де Қытайдан Қазақстанға жеткендігін көре аласыздар. Төменге қарай түссеңіздер, бұл жерде магазин сіздердің заттарыңызды қай күні қабылдады, упаковка жасады, қалай күні жолға шығарды, қай күні сіздердің складтарыңызға жетті, сол мәліметті де көре аласыздар. Осы әдіспен сіздер трек-кодты қалай алу қажет екендігін үйрендіңіздер. Осы трек-кодты Қазақстандағы карголарыңызға енгізіп, товарларыңыз қайда келе жатқандығын көретін боласыздар. Егер осы видео сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар.